Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әліппе 1-ші сынып 3-ші сабақ. Осы тақырыбы сөйлеу, сөйлем. Мектептегі бір күнім. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпайық. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Балалар, бұл ненің суреті? Әрине, біз балабақшаны бітіргеннен кейін қайда келеміз? Мектепке. Мектепте балалар не істейді? Біз оқимыз және де білім аламыз. Сонымен қатар балалар, мектепте мұғаліммен танысамыз. Тағы да немен танысамыз балалар? Мектепте не істейді? Мектепте білім алады, мұғаліммен танысады және де балалар кітап оқиды. Мектепте қандай кітапты оқимыз? Ең алғашқы кітабымыз бұл әліппе. Мектепте сонымен қатар асханада ас ішеді. Және де дене шынықтырумен айналысамыз. Тағы да мектепте немен айналысамыз балалар? Далаға серуенге шығамыз. Балалар, мына суретте мектепте қай кабинет берілген? Сынып бөлмесі. Сынып бөлмесінде біз күнделікті тақырыптарды өтеміз. Ал бұл суретте балалар асхана, яғни үзіліс кезінде біз асханадан ас ішеміз. Балалар асханадан ас ішуде. Ал бұл сурет үзіліс уақыты. Яғни балалар үзіліс уақытында өздерінің бойын сергітіп, үйге берілген тапсырмаларды қайталауда. Ал балалар, бұл музыка пәні кабинеті. Бұл жерде біздер өлең айтамыз. Сонымен қатар өзімізге берілген шығармашылық тапсырмаларды орындаймыз. Бұл суретте не бейнеленген? Айтып өткеніміздей, бұл үзіліс уақыты. Үзіліс уақытында біз не істей аламыз? Өзіміздің бойымызды сергітіп, үйге берілген тапсырмаларды қайталап, екінші сабаққа дайындаламыз. Үзіліс уақытында достарымызбен әңгімелесіп, бой сергітуімізге де болады. Балалар, бұл суретте қай пәнді оқып жатыр? Балалар музыка пәнін апаймен бірге кітаптарына қарап ән орындауда. Бұл музыка пәні деп аталады. Балалар, сіздерге қандай ән ұнайды? Музыка пәнінде біздер әртүрлі тақырыптағы өлеңдерді мұғаліммен бірге орындаймыз. Балалар, бұл суретте балалар не істеуде? Бұл асхана бөлмесі. Асхана бөлмесінде үзіліс уақытында балалар ас ішеді. Асхана кабинетінде балалар не істейді? Асхана кабинетінде балалар ас ішеді. Ал бұл қандай бөлме? Балалар, бұл өздеріңіз көріп тұрғандай кітапхана. Сіздің де мектебімізде кітапхана бар. Бұл жерден кітапханашы апайдан әртүрлі ертегілерді, әртүрлі қызықты оқиғаларға толы кітаптарды оқи аламыз. Ал бұл жерде балалар не істеп жатыр? Машина құрастыру арқылы робототехниканы ұйымдастырып жатыр. Балалар машина құрастырып жатыр. Балалар не істеп жатыр?
суретте. Суретте балалар машина құрастырып жатыр. Оқушылар қайда келді? Робототехника кабинетіне келді. Балалар, бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпайық. Сау болыңыздар, балалар.